Көктемнің алғашқы жаңбыры басылған шақ. Ауыл сыртындағы шағын көшенің шетінде ескілеу ақ үй тұр. Қоршауы қисайған. Керезе алдына егілген гүлдердің жартысы қураған. Аула ортасындағы орындыққа күн сайын бір кейуана келіп отыратын. Аты Күләш. Күләш апа жастық шағында ауданға сыйлы ұстаз атанған жан. Жүзінен мейірім төгіліп тұратын. Қолынан талай бала білім алған. Қазір жасы 70-тен асқан. Көзі әлсіреген, тізесі ауырады. Дегенмен таң сайын ауласын сыпырып, гүл түбін қопыстып, тіршілік қаммен жүретін. Бір ұлы қалаға қоныс аударған. Келіні банк саласында қызмет атқарады. Немересі Нұрдәулет университеттің 2-ші курсында оқиды. Қала тіршілігіне әбден бейімделген жігіт ауылды ұната бермейтін. Күләш апа телефон ұстап ұзақ отырды. Саусақтары дірілдейді. Бірнеше мәрте нөмір теріп, қайта өшірді. Ақыры батылы жетіп, ұлына қоңырау шалды. Балам, жағдайларың қалай? Арғы жақтан асығыс үн шықты. Жақсы, жұмыстамын. Кейін хабарласам, қысқа жауап. Қарт ана үнсіз қалды. Түскі уақытта аула қақпасы тарс ашылды. Көрші кемпір Зейнеп кіріп келе жатты. Таңнан бері жалғыз отырсың ба? Иә, айналайын. Қаладағы балаң хабарласты ма? Күләш апа жымиған болды. Қолдары тимей жүр ғой. Зейнеп бәрін түсінді. Көз қарасынан аяныш байқалды. Немерең жазда келе ме? Білмедім. Сабақтары бар шығар. Шынтуайтында Күләш апа Нұрдәулетті қатты сағынатын. Бала күнінде құшағынан түспейтін қара домалақ қазір суып кеткен. Телефон арқылы сөйлескен кезде де асығып тұрады. Кешке қарай ауыл үстін қоңыр салқын басты. Қарт ана пеш түбіндегі ескі сандықты ашты. Ішінен көне суреттер шықты. Бір суретте 5 жасар Нұрдәулет күліп тұр. Бетіне бауырсақтың ұнтағы жұққан. Қолында асық. Күләш апаның жанары жасаурап кетті. Сол сәтте есіне бір оқиға түсті. Ұлы мен келіні қалада пәтер жалдап жүрген қиын кезеңде Нұрдәулет түгілдей әжесінің тәрбиесінде өскен. Таңертең бесік жырын тыңдап оянатын. Қыста қалың көрпеге орап, мектепке дейін арқалап апаратын күндер болған. Бір күні балабақшадағы тәрбиеші: балаңыз сабырлы әрі тәрбиелі екен деген мақтап айтқан. Сонда Күләш апаның төбесі көкке жеткендей қуанған. Қазір бәрі өзгерген. Түн ортасына таман телефон безілдеді. Қарт ана жалма-жан көтерді. Әже, ақша жібере аласыз ба? Нұрдәулеттің даусы. Қарағым, қанша керек? 50 мың. Бірдеңе болып қалды ма? Достармен тауға шығу керек. Күләш апа үнсіз қалды. Зейнет ақысынан әрең жинаған ақшасы бар еді. Қысқа отын алуға сақтап қойған. Жіберемін, айналайын. Тезірек болса жақсы. Қоңырау үзілді. Бір ауыз жылы сөз айтылмады. Қарт ана орнынан баяу тұрды. Сандық түбіндегі орамалды ашып, бүктелген ақшаны санады. Қолдары дірілдейді. Сол түні көз ілмеді. Таңертең аудан орталығына қатынайтын ескі автобусқа мінді. Жол бойы терезеге қарап отырды. Жанындағы келіншек: апа, ауырып тұрсыз ба? Жоқ, шырағым. Банкке кіргенде ұзын кезек күтіп тұрды. Күләш апа 2 сағаттай орындықта отырды. Аяғы ісіп кеткен. Ақыры ақшаны аударды. Үйге шаршап қайтты. Кешкісін Нұрдәулет қысқа хабарлама жазды. Түсті, болды. Қарт ана телефон экранына ұзақ қарады. Жүрек түбінде бір мұң қозғалды. Арада бірнеше апта өтті. Бір күні ауылға қара көлік келіп тоқтады. Ішінен ұлы арман мен келіні түсті. Нұрдәулет артқы орындықтан құлағына құлаққап тағып шықты. Күләш апаның жүзі бал-бұл жанды. Келдіңдер ме, жарықтарым? Немересі салқын амандасты. Сәлем. Үй ішіне кірген соң келіні: апа, Нұрдәулет жаз бойы ауылда болады. Біз шетелге демалысқа кетеміз. Қарт ана қуанып қалды. Жақсы болған екен. Ал Нұрдәулеттің қабағы ашылмады. Мұнда интернет дұрыстамайды ғой. Демалып қайтасың, қарағым. Ауылда іш пысады. Сол сөз Күләш апаның жүрегіне қадалды. Дастархан басында да жігіт телефоннан көз алмады. Әжесінің әңгімесіне құлақ аспады. Кешке қарай Күләш апа бауырсақ пісіріп әкелді. Бала күнінде жақсы көретін едің? Нұрдәулет жалт қарады. Қазір онда жемеймін. Неге? Фигура бұзылады.
Қарт ана жымиған болды. Түнде ұлы мен келіні жолға жиналды. Таң ата қалаға шығып кетті. Үйде әже мен немере қалды. Алғашқы күннен ақ араларында көзге көрінбейтін суықтық пайда болды. Таңертең Күләш апа сиырға шөп салуға шықты. Нұрдәулет ұйықтап жатты. Түске дейін тұрмады. Қарағым, шай дайын. Кейін. Суытып аласың. Әже, мазаламаңызшы. Жігіттің даусында ашу байқалды. Күләш апа үнсіз сыртқа шықты. Күндер сырғып жатты. Бір күні ауыл балалары футбол ойнауға шақырды. Нұрдәулет бармады. Бұлармен араласа алмаймын. Неге? Әңгімелері қызықсыз. Қарт ана терең күрсінді. Кешкілік жарық сөніп қалды. Ауылда электр желісі жиі өшетін. Нұрдәулет ашуланып кетті. Ниет жоқ. Қалай өмір сүресіздер? Күләш апа шам жақып қойды. Бұрын бәріміз осылай отырғанбыз. Қызық емес. Сосын жігіт. Қалаға қайтқым келеді. Біраз шыда қарағым. Мұнда уақыт өтпейді. Күләш апа үндемеді. Түнде қарт ана намаз оқып отырып ұзақ жылады. Жалғыз арманы немересінің жүрегі жұмсарса екен. Келесі күні ауыл мешітінің имамы келді. Күләш апаның хәлін сұрап шай ішті. Нұрдәулет сырттай ғана амандасты. Имам жігітке қарап: әжеңең алтын адам. Кезінде жарты ауылдың баласын оқытқан жан. Иә, қысқа жауап. Қарияның батасын алу үлкен бақ. Нұрдәулет иығын қиқан еткізді. Күләш апа әңгімені басқа жаққа бұрды. Қонақ кеткен соң жігіт: бәрі сізді мақтай береді. Адамның жақсы сөзі аманат. Қазір заман басқа. Заман өзгерер. Адамдық өзгермеу керек. Нұрдәулет үнсіз қалды. Сол түні қатты жаңбыр жауды. Шатырдан су тамшылады. Күләш апа шелектер қойып шықты. Нұрдәулет бөлмесінен ашулы шықты. Ұйықтай алмай жатырмын. Кешір қарағым. Үйді жөндемейсіз бе? Күләш апа төмен қарады. Қаражат жетпей жүр. Әкем көмектеспей ме? Өз тіршіліктері бар. Жігіт көсініп бөлмесіне кіріп кетті. Таңертең қарт ана базарға айран сатуға жиналды. Екі ауыр шелек көтеріп шыққанда Нұрдәулет сырттай бақылап тұрды. Мен такси шақырып берем. Ақша кетеді ғой. Сонда өзіміз көтересіз бе? Үйреніп қалғанмын. Жігіт үндемеді. Күләш апа автобус аялдамасына дейін баяу жүріп кетті. Арада бір сағат өтті. Кенет ауыл сыртынан шу шықты. Бір әйел жүгіріп келді. Күләш апа құлақ қалыпты. Нұрдәулеттің жүрегі зу етті. Ол алғаш рет шын қорқыныш сезінді. Нұрдәулет аялдама жаққа тұра жүгірді. Көше бойындағы лай аяққа жабысып жатыр. Жаңбырдан кейінгі сыз иіс мұрын жарады. Алыстан адамдардың қарасы көрінді. Жол шетінде Күләш апа отыр. Бір қолмен тізесін ұстап қалған. Жанында төгілген айран. Шелек қақпағы ары домалап кеткен. Нұрдәулеттің жүрегі шым етті. Әже! Күләш апа басын көтеріп жымиған болды. Қорықпа қарағым, сүрініп кеттім. Дауысы әлсіз шықты. Көрші ер адам. Аяғы қайырылып қалған тәрізді. Тұра алмай жатыр. Нұрдәулет қарт ананың қолынан ұстады. Алақаны мұздап кетіпті. Сол сәтте бала күнгі бір көрініс көз алдына келді. Қыстың боранында әжесі өзін дәл осылай құшақтап көтеріп бара жатқан. Аяғы қарға омбылап кіріп кетсе де тоқтамаған. Ал бүгін өзі әжесін жерден тұрғыза алмай тұр. Ауруханаға апару керек. Бір әйел күбірледі. Нұрдәулет дереу такси шақырды. Қарт ананы көлікке отырғызған кезде Күләш апа: әуре болмаңдар, үйге барайық, деп қарсыласты. Жоқ әже, дәрігер қарайды. Аудандық аурухана ескі ғимарат екен. Дәлізде дәрі иісі мүңкіп тұр. Дәрігер рентгенге жіберді. Бір сағаттан соң ақ қалатты әйел: сүйек сынбаған, бірақ қатты соғылған. Біраз күтім қажет. Нұрдәулет үнсіз тыңдады. Жасы үлкен кісіге ауыр тиеді. Жалғыз тұра ма? Сұрақ жүрекке қадалды. Иә. Дәрігер қабағын түйді. Мұндай жаста қараусыз қалдыруға болмайды. Нұрдәулет жауап таба алмады. Үйге қайтқан жол тым ұзақ көрінді. Күләш апа көлік терезесіне қарап отырды. Бір мезет: ақшам босқа кетті-ау, деген ауыр күрсініс шықты. Не ақша? Айран сатсам дәріме жетер еді. Нұрдәулет үнсіз қалды. Үйге келген соң қарт ананы төсегіне жатқызды. Алғаш рет пешке от жақты.
Қалай жағарын білмей әбігерге түсті. Түтін бұрқ етіп бөлмеге жайылды. Күләш апа әлсіз күліп жіберді. Астыңғы жағын ашып қою керек. Нұрдәулет ыңғайсызданып кетті. Бұрын жасап көрмедім. Үйренесің. Жігіт шай қойды. Кесе сындырды. Қантты артық салды. Бәрі қолынан келмей жатты. Сол түні ұйықтай алмады. Үй тым-тыныш. Қабырға сағатының тықылы анық естіледі. Кенет көзі бұрыштағы ескі етікке түсті. Кішкентай, балалық шағынан қалған. Нұрдәулет баяу бар қолын алды. Табаны жартылған. Күләш апа сол етікті қанша мәрте жамап бергені есіне түсті. Көз алдына тағы бір көрініс келді. Бірінші сыныптағы кезі. Мектепте бәрінің әдемі күртесі бар. Өзі ескі күртемен барған. Үйге келіп жылаған. Сонда Күләш апа түн жарымына дейін отырып, ескі пальтосын бұзып, өзіне жаңа күрте тігіп шыққан. Таңертең қуаныштан секіріп кеткен. Ал кейін сол жанға суық қабақ танытқан. Жүрек түбінде белгісіз ауырлық пайда болды. Таңертең ерте Күләш апа оянып кеткен. Қарағым, сабақтарын ше? Демалыстамын. Қалаға қайта бер. Жоқ. Қысқа жауап. Қарт ана таңырқап қарады. Күн бойы Нұрдәулет үй шаруасына көмектесті. Су тасыды. Дүкенге барды. Дегенмен қимылы икемсіз. Көрші Зейнеп кіріп келді. Бәсе, бүгін аула таптаза ғой. Күләш апа жымиып қойды. Немерем көмектесіп жүр. Зейнеп әдейі Нұрдәулетке қарады. Әжеңнің еңбегі көп қой. Кезінде сен үшін қанша түн ұйықтамаған. Жігіт төмен қарады. Ауырып қалған кезің есінде ме? Нұрдәулет үнсіз. 3 күн бойы қызуым түспеген. Күләш байғыз көз ілмеген. Кеудесіне әлде бір өкініш қыса түсті. Кешке қарай Күләш апаның аяғы қатты сырқырады. Дәрі ішкен соң ғана сәл тынышталды. Әже? Иә қарағым. Неге бізге айтпадыңыз жағдайыңызды? Қарт ана бір сәт ойданып қалды. Баланың көңілі тыныш жүргені жақсы. Бірақ жалғыз жүрсіз ғой. Жалғыздыққа да адам үйренеді. Осы сөз Нұрдәулетті селт еткізді. Телефонға қарады. Әкекесі мен шешесінен бірде-бір хабар жоқ. Шетелдегі демалыстың суреттері ғана әлеуметтік желіде жарқырап тұр. Ішінде бір нәрсе бұзылғандай болды. Түнде жаңбыр қайта құйды. Шатыр тағы тамшылай бастады. Нұрдәулет орындықтан тұрып, су аққан жерлерге ыдыс қойды. Күләш апа үнсіз бақылап жатты. Ертең шатырға шығамын. Құлап жүрме қарағым. Жөндеймін. Таңертең ауыл дүкенінен шегемен пленка келді. Көрші Асқар көмектесті. Қала баласы шатыр жөндей ме өзі? деп күліп алды. Нұрдәулет те алғаш рет жымиып жіберді. Күн астында бірнеше сағат жүрді. Қолы күлдіріп кеткен. Кешке үй ішіне су тамбайтын болды. Күләш апа шай үстінде ұзақ қарады. Үлкейіп кетіпсің. Нұрдәулет ыңғайсызданды. Байқамадым. Адам бір күнде өспейді. Жүрек қана кейде кеш оянады. Жігіт үнсіз қалды. Сол түні телефон шырылдады. Досы хабарластыр. Брат, тауға барамыз. Қайда жоғалып кеттің? Ауылдамын. Қарттармен отырсың ба? Арғы жақтан күлкі естілді. Бұрын мұндай сөздерге қосылып күлетін. Бүгін іші тітіркеніп кетті. Әжеммен отырмын. Қызық тапқан екенсің. Нұрдәулет қоңырауды үзіп тастады. Күләш апа бәрін естіп жатқан. Бірақ сыр бермеді. Келесі күні Нұрдәулет үй ішін жинап жүріп, ескі шкафтан бір папка тауып алды. Іші толған қағаз. Медициналық анықтамалар, рецепттер, қарыз дәптері. Бір парақ ерекше көзге түсті. Нұрдәулеттің оқу ақысын төлеуге алынған несие. Жігіттің қолы дірете қалды. Төменгі жағында Күләш апаның қолы тұр. Көзіне сенбеді. Әкесі төлеп жүр деп ойлайтын. Тағы бір қағаз шықты. Алтын сырғаны өткізген түбіртек. Күні дәл өз университетіне түскен уақытпен сәйкес. Нұрдәулеттің тынысы тарылып кетті. Сол сәтте бөлме есігі ашылды. Күләш апа баяу кірді. Қолындағы қағаздарды көріп тоқтап қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Нұрдәулеттің көзі жасаурап бара жатты. Күләш апа есік алдында үнсіз тұрып қалды. Нұрдәулеттің қолындағы қағаздарға жанары түсіп кеткен. Бөлме ішіндегі тыныштық тым ауыр сезілді. Жігіттің көмейіне әлдене кептеліп қалғандай. Әже, мынау не? Қарт ана асықпай жақындады. Қолындағы орамалын умаждап тұр. Ескі қағаздар ғой, қарағым.
Неге оқу ақысын сіз төлегенсіз? Күләш апа бірден жауап қатпады. Терезе жаққа қарап, біраз тұрды. Оқуым тоқтап қалмасын дедім. Әкемше? Қиналып жүрген кездері болды. Нұрдәулет көзін қағаздан ала алмады. Алтын сырғаны өткізген түбіртек жүрегіне шоқ тастағандай күйдіріп барады. Бала күннен бері әжесінің кішкентай көк қорапта ерекше сақтайтын білетін. Ішінде марқұм атасынан қалған алтын сырғасы жататын. Сол бұйымның қадірін талай мәрте айтқан. Жас күнімнің естелігі деп отыратын. Ал сол естелік өзінің болашағына жұмсалғанын бүгін ғана біліп отыр. Нұрдәулет жай ғана орындыққа отыра кетті. Неге айтпадыңыз? Айтқаннан не өзгереді? Мен білмедім ғой. Күләш апа баяу жымиып қойды. Баланың жолы ашық болса, ана үшін үлкен бақыт. Бірақ сіз жалғыз қалдыңыз. Жалғыздық жаман емес, қарағым. Адам қадірсіз қалған кезде ғана жүрек томады. Осы сөз жігіттің кеудесін тіргілеп өтті. Түн бойы ұйықтай алмады. Төбеге қарап ұзақ жатты. Қаладағы өмірі көз алдынан тізбектеліп өтті. Қымбат кафе, бос күлкі, достармен мәнсіз қыдыру, жаңа телефон алу үшін қырсыққан сәттері. Ал ауыл шетіндегі ескі үйде бір кейуана алтын сырғасын сатып, немересінің болашағын құтқарып жүрген. Таң ата сыртқа шықты. Аула тым-тыныш. Күләш апа сиырға жем беріп жүр екен. Аяғы әлі ауырса да қабағын шытпайды. Нұрдәулет жүгіріп барып шелекті алды. Мен істеймін. Қарт ана таңырқап қарады. Ұйықтамап па едің? Ұйқым келмеді. Күләш апа ештеңе сұрамады. Таңғы ас үстінде де үнсіздік созылды. Бір мезет Нұрдәулет. Әже, сізге қаладан жаңа үй алып беруге болады ғой. Маған осы үй жетеді. Мұнда қиын. Қиындық адамның ішіндегі мейірімді өлтірмесе болғаны. Нұрдәулет жауап таба алмады. Күн түске таяғанда қақпа алдына қара көлік келіп тоқтады. Ішінен ауылдағы кәсіпкер Болат түсті. Даусы жуан, жүрісі паң адам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, балам. Болат үйге кіріп шай ішті. Әңгіме арасында. Апа, қарызды тағы бір ай күтем. Асықпаңыз. Нұрдәулет селк ете қалды. Қандай қарыз? Күләш апа бірден сөзді басқа жаққа бұрмақ болды. Ештеңе емес. Болат аңдамай сөйлеп қойды. Анау емге алған ақша ғой. Үй ішіндегі тыныштық қайта қоюланды. Болат кеткен соң Нұрдәулет. Тағы қарызыңыз бар ма? Қарт ана төмен қарады. Ұсақ түйек. Неге маған айтпадыңыз? Сен оқуыңды оқы. Жастық шақ қайта келмейді. Мен сізді мүлде танымаған екенмін. Күләш апа жігітке ұзақ қарады. Адамды тану үшін жүрек көзі боянуы керек. Кешке қарай Нұрдәулет телефондағы қымбат құлаққабын сатуға хабарландыру салды. Артынша бренд киімдерінде шығарды. Бұрын мақтан тұтатын заттар бүгін түкке тұрғысыз көрінді. Түнде қаладағы досы хабарласты. Брат, жаңа клуб ашылыпты. Келемісің? Жоқ. Ауылдан шыға алмай қалдың ба? Әжем ауырып жүр. Арғы жақ үнсіз қалды. Артынша мазақ аралас күлкі шықты. Сен өзгеріп кетіпсің. Нұрдәулет баяу жауап қатты. Бәлкім, кеше ғана дұрыс өмір сүрмеген шығармын. Қоңырау үзілді. Сол түні Күләш апаның жөтелі күшейді. Нұрдәулет дәрі әкеліп берді. Су ұсынды. Қарт ана ұйықтап кеткенше жанында отырды. Ұйқы арасында кейуананың әлсіз күбірі естілді. Балам, тоңып қалма. Нұрдәулеттің жанары жасаурап кетті. Тіпті түсінде де өзін ойлап жатыр. Таңертең жігіт үйдің артқы жағын тазалап жүріп, ескі ағаш сандық тауып алды. Іші толған дәттер. Күләш апаның күнделіктері екен. Алғашқы бетін ашты. Бүгін Нұрдәулет алғаш әже деп тіл қатты. Жүрегім елжіреп отыр. Келесі бет. Қызуы көтеріліп кетті. Түнімен кірпік ілмедім. Тек аман болса екен. Тағы бір жазба. Мектепке алғаш барған күні қолымды жібергісі келмеді. Нұрдәулеттің көзі бұлдырап бара жатты. Әр бетте мейірім, әр сөйлемде сағыныш. Бірде-бір өкпе жоқ. Тек тілек, тек махаббат. Күнделік соңындағы бір жол жүрегін қақ айырды. Қартайғанда қасында отырмаса да ренжімеймін. Тек адам болып өссе екен. Нұрдәулет дәптерді кеудесіне қысып,
ұзақ отырды. Көз алдынан соңғы жылдар өте бастады. Әжесінің қоңырауын көтермеген кездері, бос емеспін деп қысқа қайырған сәттері, туған күніне бармаған уақыты. Жүрегі шаншып кетті. Кешке жақын ауыл мешітінен азанын естілді. Күләш апа жай намазын жайып намазға тұрды. Нұрдәулет сырттай қарап отыр. Қарт ананың маңдайы жерге тиген сайын өз кінәсі үлкейіп бара жатқандай сезілді. Намаз біткен соң, әже, «Я қарағым, сіз мені кешірдіңіз бе?» Күләш апа антаң күйде қарап қалды. «Не үшін?» «Сізді менсінбей жүргенім үшін». Қарт ананың жанары жымсарып сала берді. Адам жүрегі өкпені ұзақ сақтаса, мейірімге орын қалмайды ғой. Нұрдәулет басын төмен түсірді. «Мен жаман немере болдым». «Жоқ қарағым, тек адасып кеттің». Осы сөзден кейін жігіт шыдай алмады. Бала күніндегідей әжесінің тізесіне басын қойып жылады. Күләш апа дірілдеген қолымен шашынан сипап отырды. Терезе сыртында кешкі күн қызарып батып бара жатты. Сол сәтте Нұрдәулет бір ақиқатты анық түсінді. Қартайған жанға қымбат сыйлық керек емес. Оларға қажет нәрсе, бір ауыз жылы сөз, жанында отырған адам, қадірін сездіретін мейірім ғана. Таңғы жарық терезеден баяу төгілді. Күләш апа ерте оянған. Әдеттегідей самаурын қойып аулаға шықты. Құстардың үні ауыл ішін тербетіп тұр. Нұрдәулет те ұйқыдан ерте тұрды. Бұрым түс ауа көз ашатын жігіттің бұл қылығы қарт ананы таңырқатты. «Демалсаңшы қарағым». Ұйқым қанды. Жігіт ауладағы сынған орындықты жөндеуге кірісті. Шегесін қағып жатып, бір сәт тоқтап қалды. Сол орындықта әжесі күн сайын жалғыз отыратын есіне түсті. Көше жаққа қарап ұзақ күтетін. Кімді күтеді? Бәлкім ұлын, бәлкім немересін, бәлкім бір ауыз жылы сөзді. Жүрегі қайта шым етті. Түске қарай Күләш апа, «Базарға барып қайтсақ қайтеді? Ұн таусылып барады», деген ұсыныс айтты. «Мен бара саламын. Жолды білмейсің ғой. Үйренемін». Екеуі автобусқа мінді. Ауыл адамдары Күләш апамен жылы амандасып жатыр. «Амансыз ба, ұстаз? Денсаулық қалай? Немерең келіпті ғой». Нұрдәулет үнсіз тыңдап келеді. Бір сәтте автобус ішіндегі егде кісі: «Иә, әжең талай мақтанатын сен туралы». Жігіт ыңғайсызданып кетті. «Қалада оқып жүр екенсің, жарайсың». Күләш апаның жүзінде мақтаныш байқалды. Ал Нұрдәулет ішінен қысылып бара жатты. Өйткені өзі соңғы жылдары әжесін мақтан тұтпаған. Керісінше достарынан жасырып жүрді. Базарға жеткен соң Күләш апа ең арзан ұнды сұрады. Бағаны бірнеше жерден қарап шықты. Нұрдәулет шыдай алмады. «Әже, қымбатын алайық». «Артық шығын неге керек? Сіз үнемдей бересіз». «Ақша болмай келмейді қарағым». Сол сәтте жігіт тағы бір нәрсені аңғарды. Өзі бір кеште достарымен тамаққа жұмсайтын қаржыға әжесі бір ай өмір сүріп отыр. Үйге қайтар жолда автобус қатты шайқалды. Күләш апа қолындағы дорбасын түсіріп алды. Бірнеше адам жалт қарады. Нұрдәулет тез көтеріп берді. Арт жақтан бір келіншек күліп: «Қазір би жастар үлкенге қарамайды ғой», деген сөз тастады. Нұрдәулет бұрын мұндай сөздерді елемейтін. Бүгін мамысы келді. Үйге келген соң аулада ұзақ отырды. Телефонды қолына алды. Әлеуметтік желідегі суреттеріне қарап шықты. Қымбат киім, көлік жанындағы фото, жасанды күлкі. Астында жүздеген пікір. Бірақ шынайы жылулық жоқ. Ал ауылдағы кішкентай үйде бір кемпір бар, өмірін өзіне арнаған. Кеудесін өкініш өртеп барады. Кешке қарай күтпеген жерден әкесі хабарласты. «Қалайсыңдар?» «Жақсы». «Әжең мазалап жатқан жоқ па?» Осы сұрақ Нұрдәулеттің ашуын қоздырды. «Керісінше, біз әжені мазалап жүрген шығармыз». Арғы жақ үнсіз қалды. «Әке, сіз соңғы рет ауылға қашан келдіңіз?» «Жұмыс көп». «Қарыздарын білесіз бе?» Тағы үнсіздік. «Қандай қарыз?» Нұрдәулет терең тыныс алды. «Оқу ақымды әжем төлеп берген». Телефон ар жағында ауыр күрсініс естілді. «Кейін сөйлесерміз». Қоңырау үзіліп кетті. Жігіттің жүрегінде бұрын болмаған ашу пайда болды. Дегенмен бұл ашу әкесіне ғана емес,
өзіне де бақытталған. Себебі шындықты көруге өзі де құлық танытпаған. Түнде Күләш апа ескі альбом әкелді. Мұналарды көресің бе? Нұрдәулет қасына отырды. Алғашқы суретте жас келіншек күрімдеп тұр. Қасында әскери киімдегі жігіт. Атан. Әдемі екенсіздер. Күләш апа жымиып қойды. Жастық шақ зулап өтеді екен. Келесі сурет. Кішкентай Арман. Одан кейінгі бетте сәби Нұрдәулет. Бетіне көже жағып алып күліп отыр. Күләш апа саусағымен суретті сипады. Өте тентек едің. Сіз бәріне шыдағансыз. Балаға төзім керек. Мен сізге жақсы қарамадым. Қарт ана басын шайқады. Кей адам мейірімді кеш түсінеді. Маңыздысы жүрек қарайып кетпеуі. Нұрдәулет альбомды жапты. Әже, сіз бір нәрсе айтсаңыз бола ма? Айта ғой. Сіз бақытты болдыңыз ба? Күләш апа терезеге ұзақ қарады. Күн ұясына батып бара жатыр. Адам бақытты болу үшін байлық керек деп ойлайды. Қателеседі. Шын бақыт жақыныңның амандығы, баланың күлкісі, үйдегі тыныштық. Ал өзіңізше? Менің бақытым сендердің тірі жүргендерің. Нұрдәулет көзін тайдырып әкетті. Өзі соңғы жылдары әжесіне бір күн бақыт сыйламаған анық сезді. Таңға жуық далада иттер өрді. Қақпа сыртында біреу тұрған. Нұрдәулет сыртқа шықты. Мас күйдегі ауыл жігіт екен. Телефон зарядтайыншы. Нұрдәулет қысқа жауап қайырды. Түн ішінде болмайды. Жігіт дөрекі сөйлей бастады. Күләш апа сыртқа шықты. Ұрыспандар балалар. Әлгі мас жігіт қарт ананы танып қалды. Апай, кешіріңіз. Даусы бірден бәсеңдеді. Сіз мені оқытқансыз. Күләш апа жұмсақ жымиып. Үйіңе бар, балам. Анаң уайымдап отырған шығар. Жігіт басын төмен түсіріп кетіп қалды. Нұрдәулет таңғалып тұр. Сізден бәрі ұялады екен. Ұяттан айырылған адамнан қорқу керек. Осы сөз жігіттің жүрегіне тағы қадалды. Өйткені өзі ұзақ уақыт ұят деген сезіммен алыстап кеткенін түсінді. Келесі күні Нұрдәулет аудан орталығына барып, бренд аяқ киімін сатты. Телефонын да арзан модельге ауыстырды. Қолына біраз ақша түсті. Үйге келе сала қарыз дәптерін алды. Болаттың берешегін жауып тастады. Күләш апа таңырқап қалды. Мұны неге істедің? Сіз үшін. Өз қажетіңе жинасаңшы. Маған сіздің тыныштығыңыз қымбат. Қарт ананың жанары дірілдеп кетті. Біраз уақыт үнсіз отырды. Артынша баяу ғана. Бүгін марқұм атаң тірі болғанда қатты қуанар еді, деген сөз айтты. Нұрдәулеттің көмейіне өксік тығылды. Сол түні жігіт алғаш рет жай намазға отырды. Намазды толық білмейді. Кек үнсіз отырып ұзақ ойланды. Адам өмір бойы атақ қуып, байлық жинап, өзімшіл тіршілікпен кетуі мүмкін. Бірақ бір күні жалғыз қалған қарт ананың көз жасы бәрінен ауыр тартады екен. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Күләш апа ұйықтап кеткен. Ал Нұрдәулет ішінен бір шешім қабылдады. Қарт ананың қалған ғұмырын жалғыздықта өткізбейді. Ауылға күз лебі сезіле бастады. Таңертеңгі салқын терезе әйнегін бұландырады. Ауладағы сарғайған жапырақтар желмен баяу сырғиды. Күләш апа ерте оянып, аулаға шықты. Қолына сыпырғы шалған. Нұрдәулет сыртқа ілесе шықты. Әже, мен істеймін. Қолың тоңады ғой. Ештеңе етпейді. Қарт ана үнсіз бақылап тұрды. Жігіттің қимылы өзгерген. Даусы жұмсарған. Көзқарасында бұрынғы тәкаппарлық байқалмайды. Бір кезде Күләш апа орындыққа баяу отырды. Демі тарылып кеткендей. Нұрдәулет жанына жетті. Жағдайыңыз дұрыс па? Кәрілік қой қарағым. Дәрігерге қайта барамыз. Әуре болма. Жоқ. Даусындағы табандылықты байқаған қарт ана қарсыласпады. Түске қарай аудандық ауруханаға барды. Дәрігер тексеріп болған соң Нұрдәулетті сыртқа шақырды. Әжеңіздің жүрегі әлсіреген. Жігіттің өмі өзгеріп кетті. Қауіпті ме? Күтім қажет. Уайым аз болуы керек. Жалғыз қалдыруға болмайды. Осы сөзден кейін Нұрдәулеттің кеудесіне қорқыныш кіріп алды. Бұрын уақыт шексіз көрінетін. Ал бүгін әр күннің қадірі сезіле бастады. Үйге қайтар жолда Күләш апа терезеден сыртқа қарап отырды. Қарағым,
Иә, қорқып қалған түрің бар. Сіз ауырып жүрсіз. Қарт ана жымиып қойды. Адам мәңгі тұрмайды. Ондай сөз айтпаңыз. Өмірдің заңы ғой. Нұрдәулет үнсіз қалды. Себебі жүрегі мұндай әңгімені қабылдай алмай тұр. Кешке шай үстінде Күләш апа ескі әңгімелер айта бастады. Сен кішкентай күніңде қатты ауырып қалдың. Нұрдәулет басын көтерді. Қандай ауру? Дәрігерлер үміт аз деген. Жігіттің жүрегі зу етті. Сосын түнде аурухана дәлізінде отырып дұғаға жасадым. Күләш апаның жанары алыстағы күндерге кетіп барады. Сол түні жаңбыр жауған. Терезе алдында таң атқанша отырдым. Бір ғана тілек болды. Құдайым, ғұмырын бере көр деген. Нұрдәулет көзін тайдырып әкетті. Өз өмірі үшін бір адам осынша күрескенін бұрын сезбепті. Кейін жазылып кеттің. Үйге келген күні аулаға жүгіріп шығып күлгенсің. Сол күлкі бүкіл шаршауымды ұмыттырған. Күләш апаның жүзіне мейірім толды. Ал Нұрдәулет ішінен күйреп бара жатты. Себебі сол күлкіні сыйлаған бала кейін өз әжесін менсінбейтін адамға айналған. Түнде жігіт ұйықтай алмады. Сыртқа шықты. Аспан толы жылдыз. Ауыл тым-тыныш. Қаладағы у-шу жоқ. Тек алыстан ит үреді. Бір кезде көрші үйдің шамы жанды. Есік алдынан қарт кісі шықты. Қолында су толы шелек. Нұрдәулет жүгіріп барды. Ата, көмектесейін. Қарт таңырқап қалды. Сен Күләш апайдың немересісің ғой? Иә. Бұрын мұндайды істемейтін едің? Нұрдәулет төмен қарады. Бұрын көп нәрсені түсінбеппін. Қарт кісі ауыр күрсінді. Қазіргі жастар қартайған адамның қадірін кеш біледі. Осы сөз жүрегіне тағы қадалды. Таңертең Күләш апа орамалын түзеп отырып, бүгін атаңа Құран оқықым келіп тұр, деген тілек айтты. Екеуі зират басына барды. Күзгі жел баяу есіп тұр. Топырақ үстіндегі сарғайған жапырақтар сыбдырлайды. Күләш апа марқұм жарының басына ұзақ қарап тұрды. Өмір зулап өтті, деген күбір шықты. Нұрдәулет үнсіз жанында тұр. Бір мезет қарт ана, атан тірі болғанда сенімен қатты мақтанар еді. Жігіттің тамағына өксік тығылды. Мен мақтануға лайық болмадым. Адамның қатесін түсінуі үлкен өзгеріс. Қайтар жолда Күләш апаның аяғы шаршап қалды. Нұрдәулет қолтығынан демеді. Ауыл адамдары сырттай қарап тұр. Бір әжей күлімдеп, қарашы, немересі жанынан шықпай жүр екен. Күләш апаның жүзінде бақыт байқалды. Сол сәтте Нұрдәулет бір шындықты ұқты. Қарт адамдарға байлықтан бұрын көңіл қажет. Кешке қарай күтпеген жерден әкесі келді. Қымбат көлікпен. Үстінде бренд киім. Үйге кірген бетте, апа, жағдайыңыз қалай? Күләш апа қуанып қалды. Келдің бе балам? Арман жан жағына қарап шықты. Ескі үй, жамалған шатыр, тозған жиһаз. Көзінде ыңғайсыздық байқалды. Нұрдәулет әкесіне үнсіз қарап отыр. Бір кезде, әке, сіз әжемнің жағдайын неге қарамадыңыз? Арман қабағым тиді. Не айтып тұрсың? Қарыздарында білмейсіз. Мен ақша жіберіп жүрмін. Бірақ жетпейді. Үй іші тынышталып қалды. Күләш апа дереу әңгімені тоқтатпақ болды. Қойыңдар балалар. Арман ауыр дем алды. Қалада да оңай емес. Нұрдәулет ашуға болығып отыр. Сонда әжем алтын сырғасын сатып жүрсін бе? Арманның жүзі өзгеріп кетті. Не? Оқу ақымды төлеген. Әкесі үнсіз қалды. Күләш апа төмен қарады. Сол сәтте Арман алғаш рет анасын бөтен адамдай көріп қалғандай күй кешті. Қолындағы әжім, шаршаған жанар, тозған үй. Көп жылдан бері байқамаған шындық бүгін көз алдында тұр. Арман орындықтан баяу тұрды да сыртқа шығып кетті. Түнде аулада жалғыз темекі шегіп отырды. Нұрдәулет те шықты. Әке мен бала ұзақ үнсіз қалды. Бір кезде Арман күбірледі. Мен нашарыл болдым. Нұрдәулет басын төмен түсірді. Мен де. Күзгі түн салқын еді, бірақ сол түні екеуінің жүрегінде алғаш рет жылылық оянды. Өйткені адам шындықпен бетпе-бет келген кезде ғана жүрек оянады. Түн ұзаққа созылды. Арман аулада жалғыз отырды. Қолындағы темекі әлдеқашан сөніп қалған, бірақ орнынан қозғалмайды.
Көз алдында бір ғана көрініс айналып тұр. Анасының алтын сырғасын сатып тұрған сәті. Өзі болса сол уақытта қаладағы мейрамханада достарымен отырған. Іші өртеніп барады. Үй ішіне кірген кезде Күләш апа ұйықтап қалған екен. Жүзі тыныш көрінеді. Беттегі әжімдер өмірдің бүкіл ауырлығын арқалап шыққандай. Арман ұзақ қарап тұрды. Бала күнінде осы алақан өз маңдайынан сипайтын. Мектепте шығарып салатын. Ауырып қалса түнімен жанында отыратын. Ал өзі анасының қартайғанын байқамай қалған. Таңға жуық бәрі ұйқыға кеткен. Тек Күләш апа ерте оянды. Үй іші тым-тыныш. Ол баяу жүріп ескі шкафты ашты. Жоғарғы сөреден көк түсті конверт алды. Ұзақ ұстап тұрды. Артынша жүрегі бір нәрсені сезгендей сыртқа шықты. Аулада Нұрдәулет отыр екен. Ұйықтамадың ба? Ұйқым келмеді. Күләш апа қасына жайғасты. Қолындағы конвертті жігітке ұсынды. Мынаны сақтап жүр едім. Не бұл? Кейін оқырсың. Нұрдәулет таңырқап барады. Қазір ашсам бола ма? Қарт ана бір сәт үнсіз қалды. Жарайды. Жігіт конвертті ашты. Ішінен сарғайған хат шықты. Қағаз ескі. Бұрыштары бүктелген. Жоғарғы жағында Күләшқа деген жазу тұр. Бұл атамның хаты ма? Қарт ана басын ізеді. Нұрдәулет оқи бастады. Күләш, егер мына хат қолыма тисе, мен ұзақ сапардан оралмаған шығармын. Баламызды жақсы адам қылып өсір. Байлық қалдыра алмадым. Бірақ адамдық жоғалмасын. Бір күні ұлымыз қателессе, кешір. Өйткені пенде жаңылады. Ал мейірім жоғалған үйдің берекесі кетеді. Нұрдәулеттің қолы дірілдеп кетті. Әрі қарай оқыды. Қартайғанда жалғыз қалып бара жатсаң, ренжіме. Балалар өмірдің қарқынына жытылып кетеді. Тек бір күні жүректері оянса болды. Жігіт оқуды тоқтатты. Көзінен жас сырғып кетті. Атам бәрін білгендей. Күләш апа әлсіз жымиды. Атаң өте сабырлы адам еді. Сол сәтте үй ішінен тарс еткен дыбыс шықты. Арман орнынан атып тұрды. Апа? Күләш апа кеудесін ұстап қалған. Жүзі күрт бозарып кеткен. Нұрдәулеттің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Әже? Қарт ананың тынысы тарылып барады. Арман дереу көлік кілтін алды. Ауруханаға. Жаңбыр сіркіреттір. Көлік қара жолмен зулап келеді. Артқы орындықта Нұрдәулет әжесінің қолын қысып отыр. Суықтап кетіпті. Әже, сөйлеші. Күләш апа әлсіз ғана көзін ашты. Жылама, қарағым. Даусы әрең шығады. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер бірден алып кетті. Дәліз, суық шам, ұзақ күту. Секундтар сағаттай өтіп жатыр. Арман қабырғаға сүйеніп тұр. Көзі қызарып кеткен. Нұрдәулет үнсіз отыр. Кенет бала күнгі тағы бір көрініс ойына оралды. 7 жасар кезі. Мектептен жылап келген. Балалар әкесінің жоқтығын бетіне басқан. Сонда Күләш апа құшағына қысып, сен жалғыз емессің, жарығым, деген. Бүгін сол құшақ әлсіреп барады. Есік ашылды. Дәрігер шықты. Жүрек талмасы болған. Қазір жағдайы тұрақталды. Бірақ қатты уайымдауға болмайды. Арман көзін жұмып терең дем алды. Нұрдәулеттің тізесі қалтырап кетті. Палатаға кірген кезде Күләш апа әлсіз жатыр екен. Қолына жүйе жалғанған. Бірақ жүзінде баяғы мейірім бар. Қорқыттың ба? Арман көз жасын жасыра алмады. Апа. Дауысы дірілдеп шықты. Кешірші мені. Күләш апа әлсіз жымиып. Ана баласына өкпе сақтамайды, деді. Нұрдәулет басын төмен түсіріп жылап отыр. Қарт ана оған бұрылды. Қарағым. Иә, әже. Өмірде адам болудан асқан байлық жоқ. Білемін. Байлық қуып жүріп, жақыныңды жоғалтып алма. Палата ішін үнсіздік басты. Тек аппарат үні шығады. Бір мезет Күләш апа, шкафта тағы бір зат бар, деді баяу. Арман мен Нұрдәулет бір-біріне қарады. Не зат? Төменгі тартпадағы қызыл қорап. Дауысы әлсіреп барады. Алып келіңдер. Арман дереу үйге қайтты. Түн қараңғы. Үй іші бос. Шкафтың төменгі тартпасын ашқанда
Қызыл қорап көзге түсті. Ішін ашты. Сол сәтте арман қатып қалды. Қорап ішінде алтын сырға жатыр. Сатылмаған. Қасында тағы бір хат бар. Балама. Арманның қолы қалтырап кетті. Хатты ашты. Арман, сырғаны сатқан жоқпын. Ломбардқа уақытша өткіздім. Кейін қайта алып шықтым. Себебі әкеңнің көзі ғой. Сен қиналып жүрсің деп үндемедім. Ана жүрегі баласына салмақ салғысы келмейді. Арман орындыққа отыра кетті. Көз жасы тоқтар емес. Ал хаттың соңғы жолы жүрегін қақ айырды. Қартайғанда байлық керек болмайды. Баланың мейірімі ғана жетпей тұрады. Таң бозарып атып келе жатты. Аурухана терезесінен түскен бозғылт жарық палата ішін әлсіз нұрға бөлеп тұр. Күреш апа көзі жұмулы жатыр. Тынысы баяу. Нұрдәулет түн бойы орындықтан қозғалмады. Арманда үнсіз. Екеуінің жан дүниесінде бір ғана қорқыныш бар. Кеш қалып қою. Таңғы 8 шамасында дәліз жақтан асығыс аяқ дыбысы естілді. Артынша палата есігі ашылды. Ішке Айсұлу кірді. Шашы жиналмаған. Көзінің айналасы ісіп кеткен. Жол бойы жылағаны байқалады. Нұрдәулет анасына алғаш рет басқаша қарады. Әдетте суық көрінетін әйел бүгін мүлде өзгеше. Айсұлу Күлеш апаның жанына жақындады. Бір сәт үнсіз тұрды. Артынша дірілдеген қолмен енесінің қолын ұстады. Апа. Даусы үзіліп шықты. Күлеш апа көзін әрең ашты. Келдің бе қызым? Осы бір ауыз сөз Айсұлудың ішіндегі бар мұзды ертіп жібергендей болды. Ол басын төмен түсіріп жылап жіберді. Кешірімші. Арман үнсіз сыртқа шығып кетті. Нұрдәулет те шешесі мен әжесін жалғыз қалдырды. Дәліздегі орындыққа отырғанда жүрегі ауыр тартып барды. Бір кезде әкесі: "Ананда көп нәрсені ішіне сақтап жүрді", деді. Бірақ әжемді жалғыз қалдырды ғой. Арман басын төмен түсірді. Кейде адам жамандықтан емес, тіршіліктің соңынан жүріп, жүректі жоғалтып алады. Осы сөз Нұрдәулетті ойландырып тастады. Палата ішінде Айсұлу Күлеш апаның жанында отыр. Апа, мен жақсы келін бола алмадым. Қарт ана әлсіз жымиып қойды. Неге олай айтасың? Сізге уақыт бөлмедім, қасыңызға келмедім. Көз жасы тамшылап жатыр. Арман жұмыста жүрді. Мен де ақша табудың қамымен кеттім. Бірақ сіздің жалғыз отырғаныңызды ойламаппын. Күлеш апа алақанын оның қолының үстіне қойды. Қызым, өмір адамды кейде қатайтып жібереді. Сіз ренжідіңіз. Ана жүрегі ренішті ұзақ сақтай алмайды. Айсұлу одан сайын жылады. Себебі дәл осындай мейірімге лайық болмағанын сезіп отыр. Бір кезде Күлеш апа жастығының астын нұсқады. Мына кілтті алшы. Айсұлу кішкентай кілтті қолына алды. Үйдегі сандықтікі. Не бар ішінде? Кейін көрерсің. Күлеш апа шаршап қалған. Көзін жұмды. Айсұлу сыртқа шыққанда өңі өзгеріп кеткен еді. Арман. Я? Біз өте кеш оянған шығармыз. Арман үндемеді. Түске қарай үшеуі ауылға қайтты. Айсұлу үйге кірген бетте жан-жағына ұзақ қарады. Ескі қабырға, тозған кілем, жамалған перде. Бәрі қарапайым. Бірақ осы шағын үйден жылылық сезіледі. Күлеш апаның иісі сіңген. Айсұлу бұрын мұндайды байқамапты. Сандықты ашты. Іші ұқыпты жиналған заттарға толы. Балалардың ескі киімдері, суреттер, дәптерлер. Төменгі жағында ақ матаға оралған бірнеше бума жатыр. Айсұлу ашып қарады. Ақша. Аз-аздан жиналған. Қасында қағаз. Нұрдәулеттің үйлену тойына. Айсұлудың қолы қалтырап кетті. Келесі бумада. Арман ауырып қалса керек болар. Тағы біреуінде. Қызым Айсұлуға. Айсұлу жылап жіберді. Өз аты жазылған қағазды баяу ашты. Ішінде кішкентай алтын сақина жатыр. Қасына хат салынған. Қызым, саған арнайы сыйлық ала алмадым. Мына сақина жас күнімнен қалған. Бір күні көңілім түсіп жүрсе, мынаны қарап мені еске ал. Келін боп түскен күнім әлі есімде.
Ұялып шай құйып отырған Айсұлу хатты кеудесіне қысып ұзақ жылады. Өйткені соңғы жылдары енесіне тек міндет ретінде қарап кеткенін ұқты. Ал Күләш апа оны туған қызындай көрген. Кешке қарай ауруханадан хабар келді. Күләш апаның жағдайы тұрақталған, бірақ біраз күтім қажет. Айсұлу бірден ауылда қаламын деді. Арман таңырқап қарады. Жұмысым ше? Табылар. Қалаға қайтпайсың ба? Жоқ. Дауысы нық шықты. Сол түні Айсұлу үй ішін жинады. Перделерді жуды, тамақ әзірледі. Нұрдәулет үнсіз бақылап жүр. Анасы да өзгеріп бара жатқандай. Түн ортасында Айсұлу ас үйде жалғыз отырып қалды. Нұрдәулет қасына келді. Анашым. Айсұлу басын көтерді. Көздері қызарып кеткен. Е балам, сіз жылап отырсыз ба? Кейде адам өз қатесін кеш түсінеді екен. Нұрдәулет үнсіз орындыққа отырды. Мен де әжемді түсінбедім. Айсұлу баласына ұзақ қарады. Сенің кішкентай күнімде Күләш апа түн ұйқысын 4 бөлетін. Білемін. Бір күні қатты ауырдым. Дәріге ақша жетпей қалды. Сонда апаң көрші ауылға дейін жаяу барып келген. Нұрдәулет көзін жұмып алды. Неге ешкім айтпаған? Өйткені шынайы мейірім жасаған жақсылығын міндет қылмайды. Ас үй іші тым тыныш болып кетті. Бір кезде Айсұлу: мен қаладағы өмірге алданып кеттім деді баяу. Қандай өмір? Адамдар бір-бірімен жарысады. Үй, көлік, ақша, қымбат зат, сыртқа әдемілік. Дауысы дірілдеп кетті. Ал жүрекке уақыт қалмай қалады екен. Нұрдәулет терең күрсінді. Біз әжемізді жалғыз қалдырдық. Айсұлу көз жасын сүртті. Сол қателікті түзетуге тырысамыз. Таңертең олар ауруханаға қайта барды. Күләш апа терезеге қарап отыр екен. Кіргендерін көріп, жүзі жылып сала берді. Бәрің бірге келдіңдер ме? Айсұлу қасына отырып қолын ұстады. Апа, сізді үйге алып кетеміз. Әуре болмаңдар. Жоқ. Нұрдәулет жымиып, бұл жолы жалғыз қалдырмаймыз. Күләш апаның жанары жасаурап кетті. Ұзақ үнсіз отырды. Артынша баяу ғана. Адамға қартайғанда көп нәрсе керек емес екен. Не керек сонда? Нұрдәулет сұрады. Қарт ана немересінің қолын қысты. Жанында өз адамдары отырса болды. Күләш апа ауруханадан шыққан күні ауыл іші ерекше жылы көрінді. Күзгі күн сәулесі сарғайған жапырақтарға түсіп тұр. Аулыдағы ескі орындық сүртілген. Керезеге жаңа перде ілінген. Үй ішінен бауырсақтың иісі аңқиды. Айсұлу таңнан бері тыным таппады. Біресе шайға шамдайды. Біресе үй жинайды. Күләш апа бәрін үнсіз бақылап отыр. Кейуананың жанарында реніш жоқ. Кек терең мейірім. Нұрдәулет пешке от жағып жүр. Бұрын қолына ұстап көрмеген балта бүгін өзіне жат емес. Кешкі ас үстінде үй алғаш рет көп жылдан кейін шынайы отбасыға ұқсап кеткен. Арман телефонын шетке қойды. Айсұлу асықпай шай құйып отыр. Нұрдәулет әжесіне нан турап берді. Күләш апа жан жағына ұзақ қарап шықты. Үй іші адамға толса, береке кіреді екен. Дауысы дірілдеп шықты. Сол сәтте Нұрдәулет әжесінің қаншалық ұзақ уақыт жалғыздықпен өмір сүргенін анық сезінді. Түн тереңдеді. Бәрі ұйқыға жатты. Кек Күләш апа ояу отырды. Керезеден ай сәулесі түсіп тұр. Қарт ана баяу ғана орнынан тұрып, сандық жаққа барды. Ішінен тағы бір көне сурет алды. Суретте екі кішкентай бала. Бірі Арман, екіншісі бейтаныс ұл. Күләш апаның көзінен жас сырғып түсті. Дәл сол сәтте телефон шырылдады. Түн ортасы. Арман ұйқылы ояу көтерді. Алло? Арғы жақтан ер адамның ауыр дауысы естілді. Сіз Армансыз ба? Иә. Мен Талдықорғаннан хабарласып тұрмын. Ержан деген кісінің көршісімін. Арман қабағын түйді. Қандай Ержан? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сіздің ағаңыз. Арманның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не? Нұрдәулет пен Айсұлуда оянып кеткен. Күләш апаның қолындағы сурет жерге түсіп кетті. Қайталаңызшы. Ағаңыз ауыр халде жатыр. Қаладан ешкімі табылмады. Қалтасынан ескі қағаз шыққан. Ішінде осы нөмір жазылыпты. Арманның ерні дірілдеп кетті. Менің ағам жоқ. Сол сәтте Күләш апа
көзін жұмып жіберді. Бетіне жас ақты. Үй ішін ауыр тыныштық басты. Нұрдәулет антан. Әже, бұл не? Күлеш апа баяу орындыққа отырды. Қолдары қалтырап кеткен. Сендердің көкелерің бар. Арман қабырғаға сүйеніп қалды. Апа, не айтып отырсыз? Күлеш апаның жанары алыстағы жылдарға кетіп бара жатты. Ержан, менің тұңғышым. Үй ішіндегі тыныштық жанды қысып барады. Нұрдәулет сенер сенбесін білмей тұр. Сонда біз неге білмедік? Күлеш апа көз жасын сүртті. 40 жыл бұрын үйден кетіп қалған. Арманның өмі өзгеріп кеткен. Неге? Қарт ана ауыр күрсінді. Жастықтың қызуы, реніш, кедейлік. Даусы үзіліп шықты. Әкелерің қатал адам еді. Ержан өнер қуғысы келді. Қалаға кетемін деді. Аталары қарсы болды. Күлеш апа қолындағы суретті кеудесіне қысты. Бір күні қатты ұрсып қалды. Ержан үйден шығып кетті. Кейін хабар үзілді. Нұрдәулеттің жүрегі шымырлап барады. Қарт ананың ішінде осынша жыл жасырын мұң жатқанын ешкім білмеген. Арман орындыққа жайлап отырды. Сонда сіз оны өмір бойы күттіңіз бе? Күлеш апа үнсіз бас изеді. Әр мерекеде қақпаға қарайтынмын. Бір күні келіп қалар деп. Көз жасы тоқтар емес. Айсұлу жанына келіп, иығынан құшақтады. Апа, сендерге айтпадым. Жүректеріңе ауырлық салғым келмеді. Нұрдәулет едендегі суретті көтеріп алды. Жас жігіт. Күлімдеп тұр. Өз әкесіне қатты ұқсайды. Кенет Күләш апа кеудесін ұстап қалды. Апа, Арман жүгіріп жетті. Жақсымын. Тек жүрегім. Даусы дірілдейді. Түн ішінде бәрі абыр-сабыр болды. Арман дереу жолға жиналды. Талдықорғанда барам. Мен де барам. Нұрдәулет бірден айтты. Айсұлу да қарсы болмады. Таң ата екеуі жолға шықты. Көлік ішіндегі тыныштық тым ауыр. Арман рөлге қадалып алған. Нұрдәулет терезеге қарап отыр. Бір кезде, әке? Иә? Неге әжем бәрін ішінде сақтап келген? Арман көзін жолдан алмады. Аналар баласына ауыртпалық артқысы келмейді. Бірақ жалғыз қиналады ғой. Арман терең күрсінді. Кейде балалар соны кеш түсінеді. Жол ұзақ болды. Түске қарай шағын қаладағы ескі ауруханаға жетті. Қабылдау бөлімінде сұрастырды. Мейірбике бірден таныды. Иә, Ержан аға үшін келдіңіздер ме? Арманның жүрегі дүрсілдеп кетті. Палатаға кірген кезде төсекте арық, жүзі әбден сарғайған ер адам жатыр екен. Шашына ақ кірген, көзі жұмулы. Бірақ жүзі Арманға қатты ұқсайды. Нұрдәулеттің бойынан тоқ жүріп өткендей болды. Арман баяу жақындады. Аға? Ер адам көзін ашты. Бірнеше секунд үнсіз қарады. Артынша жанары дір етті. Арман? Даусы қарлап шықты. Арманның көзінен жас ыршып кетті. 40 жылдық сағыныш бір сәтте төгіліп жатқандай. Аға? Ержан әлсіз жымиып қойды. Анам, тірі ме? Арман басын изеді. Тірі. Ержан көзін жұмып алды. Көзінен жас сырғып кетті. Мен кеше қалдым ба? Нұрдәулеттің жүрегі шаншып кетті. Сол сәтте ол бір шындықты түсінді. Адам ренішпен кеткен кезде кек өзін емес, артында қалған жандардың да өмірін жаралайды екен. Ал уақыт ешкімді күтпейді. Аурухана палатасының терезесінен күзгі жаңбыр тамшылап тұр. Ержан үнсіз жатыр. Арман төсектің жанындағы орындықта отыр. 40 жылдық сағыныш жүрегін жаншып барады. Қасында Нұрдәулет. Палата ішіндегі тыныштықтың өзі ауыр. Бір кезде Ержан баяу тіл қатты. Анам қатты қартайып кеткен шығар. Арман көзін сүртіп алды. Сені әлі күтіп жүр. Ержан жүзін терезеге бұрды. Мен оралуым керек еді. Даусы өкінген адамдай дірілдеп шықты. Бірақ ұялдым. Нұрдәулет алғаш рет адамның өз анасынан да ұялып кететінін түсінді. Ержан ауыр күрсінді. Басында 1-2 жылдан соң барам деп ойладым. Кейін уақыт өте берді. Үйлендім, жұмыс істедім. Артынша бәрі күйреді. Балаларыңыз бар ма?
Нұрдәулет ақырын сұрады. Ержан көзін жұмып алды. Болмады. Сол сөзден кейін палата тып-тыныш болып қалды. Әйелім бала көтере алмады. Кейін сырқаттанып кетті. Жалғыз қалдым. Арман ағасына ұзақ қарады. Өмірдің адамды қалай өзгертетінін алғаш анық сезді. Жастықта намыс қуған жігіт қартайғанда жалғыздықпен қалған. Ал ауылдағы қарт ана 40 жыл бойы баласын күткен. Кешке қарай дәрігер Ержанның жағдайы жақсарғанын айтты. Бірақ ұзақ күтім қажет. Арман бірден үйге алып кетеміз деді. Ержан таңырқап қарады. Қай үйге? Анамыздың үйіне. Ержанның ерні дір етті. Ол кісі қабылдай ма мені? Нұрдәулет жауап берді. Әжем сізді өмір бойы күткен. Ержан теріс қарап жылады. Ауылда Айсұлу жалғыз қалған. Күләш апа терезе алдында отыр. Жанары жол жақта. Хабарласты ма? Әлі жоқ апа. Айсұлудың да жүрегі мазасыз. Бірақ соңғы күндері өзін өзгеше сезініп жүр. Тез шаршайды, басы айналады. Тамақ иістеріне көңілі құбылады. Алғашында мән бермеген. Кейін ішіндегі әлдебір үміт ояна бастады. Өйткені Айсұлу мен Арман көп жылдан бері бала сүйе алмай жүрген. Талай емхана, талай тексеріс, талай үміт, талай көз жасы. Бірнеше мәрте дәрігерлер, мүмкіндік өте аз деген. Содан кейін Айсұлу бұл тақырыпты жүрегінің ең терең жеріне көміп тастаған. Сырттай күліп жүргенімен іші үнсіз жылайтын. Нұрдәулет есейіп кеткен соң үй іші босап қалғандай сезілетін. Кейде түнде жалғыз отырып, кішкентай сәби киімдерін интернеттен қарап шығатын. Бірақ ешкімге білдірмейтін. Сол күні кешке Күләш апа шай үстінде Айсұлудың жүзіне ұзақ қарап отырды. Қызым, иә апа, өмін өзгеріп кетіпті. Айсұлу күліп жібермек болды. Шаршаған шығармын. Күләш апа үндемеді, бірақ аналық жүрек бір нәрсені сезгендей. Түнде Айсұлу қайтадан бас айналуынан оянып кетті. Ас үйге шығып су ішті. Қолын жүрегіне қойып ұзақ тұрды. Кенет көзі сөредегі кішкентай қорапқа түсті. Ішінде ескі жүктілік тесті жатыр. Бірнеше ай бұрын үмітсіздікпен сатып алып, қолданбай қойған. Айсұлу қорапты баяу қолын алды. Жүрегі қатты соғып барады. Таң атқанша көз ілмеді. Таңғы жарықпен бірге аудан орталығына шығып кетті. Дәріханадан жаңа тест алды. Қолдары қалтырақтыр. Үйге кірген кезде Күләш апа бәрін түсінгендей үнсіз қарап отырды. Бір сағаттан кейін Айсұлу жуынатын бөлмеден шықты. Жүзі аппақ, көзіне жас толған. Қолындағы тест дірілдеп тұр. Күләш апа орнынан баяу көтерілді. Қызым? Айсұлу сөйлей алмады. Кек басын изеді. Көз жасы тоқтар емес. Апа, мен аяғым ауыр. Сол сәтте Күләш апаның жанары жарқ ете қалды. Екі алақанын жайып жіберді. Аллаға шүкір. Дауысы дірілдеп шықты. Айсұлу қарт ананың құшағына кіріп жылады. Көп жылғы мұң, көп жылғы үнсіз тілек. Бәрі көз жасымен сыртқа шығып жатқандай. Күләш апа оның шашынан сипап отыр. Көрдің бе қызым? Үміт үзілмейді. Айсұлу жылап тұрып. Мен сенбей кетіп едім. Ана болуды армандаған жүректің тілегі жерде қалмайды. Сол күні үй ішіне мүлде бөлек жылулық кірді. Кешке қарай Арман хабарласты. Даусы шашаңқы. Ержанды ертең алып шығамыз. Жақсы хабарым бар. Айсұлудың даусы дірілдеп кетті. Не болды? Бірнеше секунд үнсіздік. Артынша біз тағы ата-ана боламыз. Телефон ар жағында тыныштық орнады. Арман сенбей қалғандай. Айсұлу? Даусы үзіліп шықты. Рас па? Иә. Арман көз жасын тыя алмады. Қасында тұрған Ержан бәрін түсінді. Інім, сүйінші ме? Арман күліп тұрып жылады. Аға, анамыз тағы бір немере сүйгелі жатыр. Ержан көзін жұмып алды. Қандай бақыт. Сол түні ауылдағы шағын үйде Күләш апа ұзақ намаз оқыды. Көзінен жас тоқтамады. Бірақ бұл жолғы жас қуаныштым жас еді. Намаз соңында жай ғана күбірледі. Құдайым, отбасынды қайта жинағаныңа шүкір.
Ауыл үстін ақ қар басқан. Ауладағы ағаштардың бұтағына қырау қатыптыр. Күләш апаның үйінен түтін түзу көтеріліп жатыр. Бірақ бұл үй бұрынғыдай үнсіз емес. Бұл үйде күлкі бар. Бұл үйде адам бар. Бұл үйде жылулық бар. Ержан ауылға оралғаннан бері бәрі өзгерді. Алғашқы күндері ауыл адамдары таңырқап қарады. 40 жыл жоғалған адам қайта келген. Бірі аяды, бірі үнсіз қабылдады. Бірақ Күләш апа бірде-бір ауыр сөз айтпады. Кек ұлын құшақтап ұзақ жылады. Сол сәтте Ержан бала құсап кемсеңдеп кеткен. Анашым, кешір. Күләш апа оның бетінен сипады. Үйге қайтқаның жетеді балам. Сол күннен бастап шағын үй қайта тірілгендей болды. Ержан аула тазалайды. Арман пеш жарады. Нұрдәулет дүкенге барып келеді. Айсұлу бауырсақ пісіреді. Күләш апа бәріне қарап отырып, кейде үнсіз күлімсірейді. Жүрегіндегі көк жылғы сағыныштың орны толып келе жатқандай. Бір күні кешке бәрі дастархан басында отырды. Самауырын бұрқылдап қайнап тұр. Терезе сыртында қар баяу жауып жатыр. Күләш апа немересіне ұзақ қарап қалды. Нұрдәулет. Иә әже? Қалаға қайтатын уақытың келді ғой. Жігіт бірден. Мен кеткім келмейді. Қарт ана жымиды. Адам туған жерін ұмытпау керек. Бірақ өз жолында жалғастыруы қажет. Сізді жалғыз қалдырмаймын. Мен жалғыз емеспін. Күләш апа жан-жана қарады. Үй толы адам. Ұлдары, келіні, немересі. Жүзінде шынайы тыныштық бар. Нұрдәулет үнсіз қалды. Себебі әжесінің көзіндегі бақытты бұрын ешқашан көрмеген. Келесі күні ауыл мектебінен хабар келді. Ұстаздар Күләш апаны арнайы кездесуге шақырған. Сіз тәрбиелеген шәкірттер жиналмақ. Күләш апа алғашында барғысы келмеді. Қартайып қалдым ғой. Бірақ бәрі қолғалады. Мектепке барған күні үлкен зал адамға толы еді. Шашына ақ кірген ерлер мен әйелдер Күләш апаны көрген бетте орындарынан тұрып кетті. Бірі дәрігер, бірі мұғалім, бірі кәсіпкер, бірі әкімдікте қызмет етеді. Бірақ бәрінің көзінде бірдей құрмет тұр. Орта жастағы бір ер адам сахнаға шықты. Мен жетім өстім. Мектепке аш келетінмін. Сонда Күләш апай білдірмей сөмкеме нан салып қоятын. Дауысы дірілдеп кетті. Тағы бір әйел. Апай үй тапсырмасын ғана үйреткен жоқ. Адам болуды үйретті. Зал ішіндегі көп адам көз жасын сүртіп отыр. Нұрдәулет артқы қатарда үнсіз тұр. Кеудесін мақтаныш кернеп барады. Кеше ғана өзі менсінбеген әже, бүгін жүздеген адамның жүрегінде жарық болып қалғанын түсінді. Кеш соңында мектеп директоры сөз алды. Күләш апайдың аты біздің мектеп тарихында мәңгі қалады. Сол сәтте бүкіл зал қол соқты. Ал Нұрдәулеттің көз алдына бір көрініс келді. Ескі үй. Жалғыз отырған әже. Күтумен өткен күндер. Және өзінің суық қабағы. Іші өртеніп кетті. Кешкісін үйге қайтқанда Күләш апа шаршап қалған. Бірақ жүзі жарық. Бақыттысыз ба әже? Нұрдәулет ақырын сұрады. Қарт ана терезеден қарға қарап отырды. Иә, қарағым. Неге? Себебі отбасым жанымда. Осы қарапайым жауап Нұрдәулетті терең ойға батырды. Адам өмір бойы үлкен бақыт іздейді. Байлықтан, даңқтан, қымбат дүниеден. Ал шын бақыт кейде кішкентай үйдегі бірге ішілген шайда ғана болады екен. Арада бірнеше ай өтті. Көктем келді. Ауладағы ағаштар бүршік атты. Бір күні Айсұлуды перзентханаға алып кетті. Үй іші тағы абыр-сабыр. Арман мазасызданып жүр. Ержан терезе алдында дұға жасап отыр. Нұрдәулет аурухана дәлізінде ары-бері жүрумен болды. Таң ата нәрестенің дауысы естілді. Дәрігер жымиып шықты. Құттықтаймын қыз бала. Арманның көзінен жас шығып кетті. Нұрдәулет әкесін алғаш рет дәл осылай көріп тұр. Бақыттан жылаған адам әлсіз емес екен. Күләш апа сәбиді алғаш қолына алған кезде үнсіз ұзақ қарады. Кішкентай бөпе ұйықтап жатыр. Қарт ананың көзінен жас тамды.
Атын кім қоямыз? Айсұлу әлсіз жымиып сұрады. Арман анасына қарады. Күләш апа сәбидің маңдайынан иіскеді. Мейірім болсын. Үй іші үнсіз қалып, артынша бәрінің жүзіне күлкі үйірілді. Иә, мейірім. Өйткені осы отбасыны қайта біріктірген де мейірім еді. Бірнеше күннен кейін Нұрдәулет ауладағы орындықта әжесінің қасына келіп отырды. Көктемгі жел баяу есіп тұр. Әже, иә қарағым, мен сізді бұрын неге түсінбедім екен? Күләш апа жымиып қойды. Жастық адамды асықтырады. Ал сіз ренжімедіңіз бе? Қарт ана немересінің қолын ұстады. Ана жүрегі баласына ренжісе де, мейірімін тоқтатпайды. Нұрдәулеттің жанары жасаурап кетті. Мен сіз секілді адам бола аламын ба? Боласың. Қалай? Күләш апа аспанға ұзақ қарады. Қартайған адамды жылатпа. Сонда жүрегің қараймайды. Сол сөз Нұрдәулеттің өмірлік сабағына айналды. Арада жылдар өтеді, үйлер өзгереді, адамдар өзгереді. Бірақ бір нәрсе өзгермеу керек. Өзін түн ұйқысынан айырған жанның қадірін білу. Себебі өмірдің соңында адам байлығын емес, жанында кім қалғанын ғана санайды.